19 ғасырдың соңы Қызылжар өңіріндегі Керей елінің шонжары Жүсіп қажының шаңырағында дүниеге келген Ұмсын ерекше зерек, көзінде оты бар қыз боп өсті. Оның әкесі көзі ашық, сауатты адам еді. Меккеге сапар шеккенде танысқан мысырлық досының шақыртуымен ол қызын қиян шетке білім іздетіп аттандырды. Сонымен 1902 жылы қазақтың қаршадай қызы Мысырдың Александрия қаласындағы Әл-Азхар Мұхаммед бин Вагаф мектебін бітіріп шығады. Ол араб, француз тілдерін меңгеріп, еуропалық мәдениетпен сусындап елге оралды. Ауыл адамдары орамалсыз қысқа етек көйлек киіп еркін сөйлейтін, бірақ ибасынан жаңылмаған бұл аруға таң қалада, тамсана да қарайтын. Оның көркімен ақылына арқаның дүлдүлі, ақан серінің өзі тәнті болып арнайы іздеп келген деседі. Бірақ сұлудың жүрегі көшебе елінің серісі, әнші әрі палуан жігіт Тоқтабайдың нүркесіне бұрған еді. Екеуі жастардың тойында танысып, бір-біріне ғашық болады. Құстың бәрі қыран болып ілмейдаң. Сөзімді тыңдасын шын бір абзал жан деп Ұмсын нүркеге жүрек сырын ақтарған болатын. Алайда сол заманның заңы мен тағдырдың қатал тәлкегі бұл екі жастың бірге болуына жол бермеді. Нүрке патша өкіметіне қарсы қашқын атанып қуғынға ұшырайды. Ал Ұмсын өз теңін емес, басқа бір жанға амалсыз ұзатылады. Бұл сәтсіз некеден кейін Ұмсын төркініне қайтып келеді. Оның бұдан былайғы өмірі айналдында мұңаюмен, өткен күндеріне өкінумен өтеді. Ел аузындағы деректер бойынша ол ауыр күйзелістен кейін жүйке ауруына шалдыққан. Тіпті оны емдемек болған бақсы балгерлер бұл қызға еуропалық оқуда перінің оқуының әсері тиген деп түсінеді. Арада жылдар өтіп, айдаудан аман қайтқан сүйіктісі Нүрке Ұмсынның бұл аянышты күйін көргенде қасіреттен өзі де ауыр дертке шалдығып, көп ұзамай көз жұмады. Ал Ұмсын сұлу 1917 жылдың қарашасындағы суық түндердің бірінде беймәлім күйде далаға шығып кетіп, өкпесіне суық түйіп, сүзек ауруынан небәрі 39 жасында пәни дүниемен қоштасқан екен. Ұмсын Жүсіп қызы өз заманынан ерте туып, білімі дала қараңғылығына, ал махаббаты тағдырдың қыспағына жұтылып кеткен қазақ қыздарының қасіретті символындай болып тарихта қалды.